Достар, ассалаумағалейкум. Достар, қалайсыздар? Жол таба алмайтын көліктерді түсіретін боламыз. Жаңа шығарылым. Лайк басып, достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Және де сонымен қатар видеоны соңына дейін көріңіздер. Ал біз шығарылымды бастадық. Chevrolet Tracker. Титанда диск. Жалпы көлік 2013 жылға 30.500 км жүрген екен. Қозғалыш көлемі 1.8 автомат, бағасы 4.990.000 теңге. Қателеспесем, жаңалары 7,5 миллион тұрады. Салоннан алатын болсақ. Hyundai Creta жай дисклер орнатылған, бетіне қалпақ кигізілген. Түсі, қалай айтамыз, қоңыр боқ түсті дейміз ба? Сондай түс. Көліктің іші матадан жасалған, жақсы жағдайда. 2018 жылы 85.500 км жүрген екен. Қозғалыш көлемі 1.6 автомат, бағасы 7.190.000 теңге. Subaru емес, Mitsubishi Outlander. Титанды диск. Зимний баллондар. Іші матадан жасалған. Ескірмеген қатты. 2013 жылғы 155.000 км жүрген. Қозғалыш көлемі 2.4 автомат. Бағасы 6.630.000 теңге. Толық жетекті. Келесі бізде Hyundai Tucson. Сор түсті. Жалпы титанды дисктер орнатылған. Бұл да жағдай жаман емес сияқты. Жалпы ішіне назар аударайық. Іші комбинированный, яғни былғары мен матаның комбинациясынан жасалған. Көлік 2014 жылғы 85.100 км жүрген. Қозғалыш көлемі 2.0 автомат. Бағасы 7.690.000 теңге. Сорт түстісі мынандай. Mitsubishi Outlander титанды диск. Үстінде люк жоқ. Көліктің іші былғардан жасалған. Ескірмеген. 2015 жылғы 99.000 км жүріпті. 2.4 қозғалыш көлемі автомат. Бағасы 9.640.000 теңге. 9.690.000 теңге. Subaru XV. Subaru Forester'дің братишкасы. Титанды диск. Үстінде люк жоқ. Қатты көлік биік емес. Іші былғардан жасалған. 2019 жылға 12.000 ғана километр жүріпті. Қозғалыш көлемі 2.0 автомат. Спидтроникмен. Бағасы 13.530.000 теңге. Grand Cherokee. Renault Duster. Екінші буыны қателеспесем, мынау бізде титанды диск. 2019 жылға, жоқ, бірінші буыны екен. 45.000 км жүрген. Қозғалыш көлемі 2.0 автомат. Бағасы 8.120.000 теңге. Бірінші буыны. Немесе екі. Көрейікші. Міне, бірінші буыны. Екінші буында мына 4 пұшты болады. Nissan Qashqai. Қара түсті. Титанды диск. Жалпы көліктің іші матадан жасалған. Қатты ескірген деп айтылмаймын. 2013 жылғы 120.000 км жүрген екен.
Қозғалышын көлемі 1,6 автомат. Бағасы 5.570.000 теңге. Қара түсті. Renault Captur. Осы Captur туралы нені білесіздер ма, информацияны? Негізінде Captur деген К арқылы емес, С арқылы жазылады екен ше. И бұны К-ға ауыстырмастан С ретінде жазатын болсақ, біз осы СНГ-ның рыногына келген кезде, нарығына келген кезде Captur'ды көбісі сортир деп оқиды екен. Сондықтан оның атын Captur деп ауыстырған екен. Көлік туралы айта кетейік. Көліктің іші қапталған, чехол кигізілген. Жалпы чехол қатты ескірмеген деп айтылам бетіндегі. Жалпы көлік 2018 жылғы 105.000 км жүрген. Қозғалышын көлемі 2 автомат, бағасы 7.460.000 теңге. Асты биік, яғни шамамен 21 сантиметр. 20-21 сантиметр. Клиренсі. Сангьян Актион. Сангьян Нью Актион екен. Просто емес. Мынау титанды диск. Үстінде рейлингтары бар. Көліктің іші матадан жасалған. Көлік 2016 жылғы 122.200 км жүрген. Қозғалышын көлемі 2.0 автомат, бағасы 6.530.000 теңге. Жүрісі бар, автоны кредитке алыңыз дейді. Міне. Қаншаға түсетін? Первоначальный взнос 1.300.000 болса, автоның бағасы өзі 6.530.000. Кредит 5.200.000 береді екен. Тағы да бір Renault Captur. Осы Renault Captur'дың бір ұнайтыны жинақы көрінеді, және де клиренсі өте жоғары. Кроссоверлердің арасында маған өте қатты ұнайды, сыртқы келбеті жағынан. Титанды диск, титанды өте әдемі көрінеді негізінде. Көліктің іші матадан жасалған. 2016 жылғы 44.500 км жүрген екен. Қозғалышын көлемі 2.0 автомат. Бағасы 6.790.000 теңге. Менің ойымша мынау ақ түсі алдындағы сұр түсіне қарағанда әдемірек көрінеді. Ол менің ойым. Toyota RAV4, RAV4. Титанды диск. Жалпы үстінде рейлингтар бар көліктің. Іші матадан жасалған, қатты ескірген деп айтылмаймын. 2018 жылғы 68.000 км жүрген. Қозғалышын көлемі 2.0 автомат. Яғни осы көліктерге өзі 2.4 жақсы деп ойлаймын мен негізі. Бағасы 12.590.000 екен. 100.000 теңгеге шегеріліпті бағасы. Толық жетекті, комплектациясы эксклюзив. Бағасын көрдіңіздер ме? 12.490.000 деп жазып қойыппыз. Келесі бізде Nissan X-Trail. Титанды диск, летний баллондар, прям летний баллондар. Үстінде рейлингтары бар, кішігірім. Іші велюрдан жасалған, қатты ескірмеген. 2014 жылғы көлік 145.000 км жүрген. Қозғалышын көлемі 2.0 автомат, бағасы 6.890.000 теңге, яғни жаңа бағасы екен. Ескі бағасы 7.180.000 теңге. Толық жетекті, бензинмен жүреді. Шегерілім жасалған 300.000 теңгеге, 250.000 теңгеге шегерілім. Hyundai Creta қара түстісі. Қалпақ кигізілген бетіне. Көліктің іші матадан жасалған. Көлік 2017 жылғы 39.000 км жүрген, 1.6 автомат. Көліктің бағасы 7.690.000 теңге, алдыңғы жетекті. 7.690.000. Volkswagen Touareg. Титанды диск. Іші матадан жасалған.
Жалпы көлік 2008 жылға 182 000 км жүрген, 3.0 автомат, толық жетекті дизельный, бағасы 5 390 000 теңге. Келесі Hyundai Creta. Қалпақ кигізілген бетіне көліктің. Жалпы іші матадан жасалған көліктің 2018 жылға 38 200 км жүрген, қозғалыштың көлемі 1.6 автомат, бағасы 7 690 000 теңге. Мынау да 7 690 000-нан. Екеуінің бағасы бірдей екен. Hyundai Tucsonның ескі шанағы. Осының бағасын көре кетейік. Титандай диск өте жарасымды деп ойлаймын. Мұны қараңыздар шеттен. Менің ойымша. Іші комбинированный мата мен былғарының комбинациясынан жасалған 2013 жылға 127 500 км жүрген екен. Қозғалыштың көлемі 2.0 автомат, бағасы 7 460 000 теңге. Толық жетекті бензинмен жүреді. Nissan Juke. Титанды диск, ақ түсті. Көліктің іші былғардан жасалған, жақсы жағдайда. 2011 жылға 67 900 км жүрген, қозғалыштың көлемі 1.6 автомат. Алдыңғы жетекті бензинмен жүреді, бағасы 5 260 000 теңге. Достар, шығарылым ұнап жатса, лайк қойып, лайк басып кетсеңіздер, достарыңызбен бөлісіп кетсеңіздер, біз жалғастырамыз. Subaru XV. Оранжевый түсті. Көліктің іші былғардан жасалған, жақсы жағдайда. 2013 жылға 71 000 км жүрген, қозғалыштың көлемі 2.0 автомат. Толық жетекті бензинмен жүреді, бағасы 6 990 000 теңге. Әне оранжевый. Көзге бірден көрінеді екен. Kia Sportage алдыңғы шанағы. Kia Sportage 2015 жылға 114 500 км жүрген. Кішкене ескіргені көрініп тұр, себебі жүргізуші ортасында тұрған ұстайтын жер несі кетіпті, краскілері кете бастаған. Газ бензинмен жүреді, толық жетекті. Жалпы бағасы көліктің 7 790 000 теңге. 7 790 000. Nissan Juke титанды дисктер, қара түсті, 4 есікті. Жалпы көліктің іші матадан жасалған, 2012 жылға 300 000 км жүріп тастаған. Қозғалыштың көлемі 1.6 автомат, 4 60 000 теңге. Алдыңғы жетекті. Бірінші рет Nissan Juke'тың 300 000 км-ді асқанын көріп тұрмын. 300 000 км-ден асып тастаған ғой мынау көлік. Сондықтан. Міне, газель көрсетіші деп жүрген адамдарға, міне специально сіздер үшін. Шынымды айтайын, газельдердің разбираться ете бермеймін. Қандай екенін, өйткені қатты қызықпаған екен. Кішкене қиындау маған. Сөздікпен қарайсыздар. Hyundai H350 2020 жылға бар болғаны 1248 км жүрген, қозғалыштың көлемі 2.5, 170 аттың күші бар, Euro 5 стандартында жасалған, механикада, дизельмен жүреді, артқы жетекті, орын адам саны 16 плюс 1, яғни 16 орындық, 17 орындық екен. Жалпы іші былғардан жасалған. Бағасы 18 900 000. Мына қараңыздар. Мына жерде терезесі электрон түрде ашылып, электрон түрде жабылады екен. Жалпы 19 миллионға бизнес жасаймын, бизнеске сатып аламын немесе өзім бизнеске берем, арендаға берем деп ойласаңыздар, осы көлікті кеп көрсеңіздер болады. Lexus RX 350L дейді. Титанды диск, үлкен дисклер орнатылған. Көліктің үстінде люгі бар. Кішкентай релингтары бар.
іші былғардан жасалған, жақсы жағдайда. 2018 жылғы 60.800 км жүрген, қозғалышының көлемі 3/5, автомат, толық жетекті, бағасы 27 миллион теңге. Міне. 27 миллион теңге. RX 350. Hyundai Tucson. Осы Hyundai Tucson'ның да сырт келбеті өте әдемі көрінеді маған. Менің ойымша. Lexus'қа жетпейді енді сонда да. Бірақ тұрш. Үшеу бір санатта. Үшеу емес. Мына жақтағы төртеу, бесеуі бір санатта деп айтсақ болады. Хайландерға дейін. Ары-қарай уже джиптер кетеді. Негізі мына екеуі де джип қой, бірақ сонда да кроссовер ретінде қарастыруға болады. Hyundai Tucson титанды диск өте әдемі. Үстінде люк жоқ. Іші былғардан жасалған. Жақсы жағдайда. Мынандай қойып қойыпты. Ішке қарай жел қатты кірмесін деген. Яғни бұндай нәрсені көбінесе үлкен адамдар қояды. Жас балдар негізі қоймайды менің ойымша. По крайней мере, мен көрмеген мұндай адамдар. 2019 жылға 66.000 км жүрген, қозғалышының көлемі 2/0 автомат. Бағасы 11 миллион 890 мың теңге. Толық жетекті бензинмен жүреді. Бізде Kia Sportage. Ақ түсті. Титанды дисктер. Жалпы көліктің іші матадан жасалған. 2017 жылғы 89.700 км жүрген екен. Қозғалышының көлемі 2/0 автомат. Толық жетекті, бағасы 9 миллион 150 мың теңге. Range Rover Discovery. Land Rover Discovery. Титанды дисктер сәл кішірек. Үстінде люгі жоқ. Көліктің іші былғардан жасалған. Жақсы жағдайда. Көлік 2015 жылғы 106.300 км жүрген, қозғалышының көлемі 2/0 автомат, бағасы 11 миллион 900 мың теңге. Толық жетекті. Бензинмен жүреді. Toyota Highlander. 2010 жылға дейінгі шанағы қолымнау. Бізде титанды дисктер зимний баллондар емес, летний баллондар орнатылған, жаңа жағдайда, жаңа состояние жағдай жақсы. Іші велюрдан жасалған, ақшыл түсті. 2008 жылға 165.000 км жүрген, қозғалышының көлемі 3/5 автомат. Толық жетекті, бензин плюс газ орнатылған, бағасы 8 миллион 990 мың теңге. Менің ойымша, осыдан кейінгі шанағы түрі әдемірек шығарылған. Маған кейінгісі ұнайды. Оға дейін Хайландерді мен байқамайтын ем, шынымды айтайын. Lexus GX 470. Мына жерде краскасы кетіп қалыпты. Титанды дисктер. Көліктің іші қапталған. Іші кожадан жасалған екен, былғардан ақшыл түсті. Сырты қара, үстінде люгі бар. Көліктің 2004 жылға 280 мың км жүрген, қозғалышының көлемі 4/7 автомат, бағасы 8 миллион 490 мың теңге. Яғни Prado 120-ны көрсетші деген адамдарға, яғни сол кузовтағы ғой мынау. Lexus GX 470. Крузак. И 200-й крузак. Бұйыртса, достар, 300-й, 300-ді крузак шығатын болады. Егер қаласаңыздар, автобусдар түсіреміз. Титанды диск. Аяқ қойатын жері. Іші былғардан жасалған. Жақсы жағдайда. 2016 жылғы көлік 86 мың км жүрген, 4/6 қозғалышының көлемі автомат, бағасы 29 миллион 500 мың теңге. Толық жетекті.
ақ түсті. Достар, шығарылымды соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Бізбен бірге болыңыздар, лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.